Ассалаумағалейкум, қош келдің. Жалпы жасым 20-да дедің, иә? Жас болсаң да бас шығарсың. Білесің, Маржан ханым, сен 16 жас үлкен, қанша дегенмен, иә? Алдағы уақытта тұрмыс құрып жатсаңдар, мысалға, уақыт өзінікін алады. Алдағы 5-6 жылда білесің, жас келеді, қартаяды, сызат түседі деген бар. Сен сол кезде де жақсы көремін деп уәде бересің ба, жоқ болмаса қазіргі жеңіл сезіммен ғана келіп отырсың ба, үлкен әйелді? Егер бәрі жақсы болса, жақсы көремін, көмектесемін ғой. Уайымдамасаңшы, мен жаспын ғой, сол жас болып жүремін. Елдар, ассалаумағалейкум. Елдар, 16 жас үлкен да, Маржан. Уақыт өтеді, қартая берді. Сен әлі жассың. Саған басқа да жас қыздар көзіңе түседі. Сен, мысалға, ешқандай уәде бере алмайсың ғой, дұрыс па? Егер бәрі жақсы болатын болса, онда мен уәде беремін. Мен сіздерге айтып өтейін, екінші рет айтылайыншы. Менде ол жақсы болатын болса деген қалай түсіндіресің? Енді мен ұнатып келдім ғой, мен тағы бір рет қайтылайыншы. Маржанды бүйтіп 16 жас, 36 жас екен деп бүйтіп сүре берудің қажеті жоқ. Мен өте айтайын, өте әдемі Маржан ханым, өте әдемі. Сүреудің қажеті жоқ. Ертең бір жарайды 5 жыл өтсін, 2 жыл өтсін, 4 жыл өтсін, ол осы қалпында қалады деген мен сендім. Өйткені қазірдің өзінде өз жасына өте әдемі деп ойлаймын. Аян. Елдар, ассалаумағалейкум. Алейкум. Қош көрдік. Мына жерден мынандай ғой, қарашы, сен мына жерден пікір естіп отырсың ғой, иә, қасыңнан? Иә. Қазір саған Айдана пікірін айтты. Ол тек саған ғана сенің сөзіңе қатысты пікір айтты да. Сол пікірге тікелей жауап берсең деймін да саған, бауырым ше. Арғатасын өтпей ақ қой сен, бауырым, жарай ма? Өте үлкен табыс кетіп қойсың, қателесіп қоясың, жарай ма? Иә, арғатасы жайлы ештеңе айтпай ақ қой, қарашы. Өзің пікіріңді тікелей айта бер. Иә, дұрыс сұраққа дұрыс емес естіп жатсың ба, дұрыс емес жауап бер, болды. Арғатасын жақындамай ақ қой, бауырым, қиналып қаласың, жарай ма? Аян ба есімің? Аян. Иә. Дұрыс сұрақ қоя біліңдер, мен де дұрыс жауап беремін. Жоқ, арғатаң туралы айтты ма саған біреу? Бауырым, сен де ашуланасың, ол туралы айтсайшы. Жігіттер, сабырға келейік, сабырмен сөйлесейік. Бала сияқтысың деп керек емес, иә? Сен қаншадасың сен? Не аласың қанша дегенімді? Қаншадасың? Айта берші. Керек емес ол жауап. Елдар, бауырым. Жігіттер, сабырға келейік. Артық айтпай ақ қояйық, Өркен. Сөз берілген жоқ, Өркен. Сабырмен тыңдайық. Ассалаумағалейкум. Өркен, микрофонды қойсаңыз. Сұрақ қоямын. Мен сөз берген кезде сөйлейсіздер, түсінікті ғой? Мен айтып жатырмын, жігіттер, артық сөз айтпай ақ қояйық бір-бірімізге. Айжан. Жалпы мен түсінбеймін, ешкім аспаннан салбырап түскен жоқ қой, үміткерге жабылудың қажеті жоқ. Бірінші күн шығып отыр, қобалжу деген болады. Сондықтан поддержка беріп, жаңа қолдап жіберейік. Өзіне сенімді жігіт және не үшін келіп отқан барлығын түсініктіріп айтып отыр. Жаңа Айдана айтып кетті ғой, сіз дейтін Маржан ханым жылап отыр, поддержка бермейсіз дейді да. Енді бірінші эфир болғандықтан бұл кісіде қобалжу болып жатыр. Бірақ біз еркек, ер адам жақсы көрсек біз деген, ол қыз қандай болсын, ол қыз тұрмысқа шығып ажырасып келсін. Біз оны қабылдаймыз солаймен деген. Елдар, сен сияқты еркекпін деген кімнің кеуі көкірегін керіп тұрған, қызын тастап кеп тұрған жоқ. Әрі өйтіп не істей алмайды. Иә, оны баға алмайды. Бірақ Маржан ханым негізі өзінің сөзіне өзі қарсы кептің. Қызыңызға әке керек болса, сіз талабыңызды өзгерту